Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы логарифм және оның қасиеттері. Сабағымыздың мақсаты логарифм ұғымын, логарифмдердің қасиеттерін меңгеру, логарифмдері бар алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіруде логарифмнің қасиеттерін қолдануды үйрену. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын келесідей теңдеулерді қарастырып өтейік. Бізге мынандай дәрежелік теңдеу берілсін: x-ның 4 дәрежесі тең 16. Бұл теңдеудің шешімі x тең 2 екенін бірден байқауға болады. Себебі 16 дегеніміз 2-ның 4 дәрежесі. Тура сол сияқты x-ның 3 дәрежесі тең 6. Бұл жерде бұл теңдеудің шешімін оңай таба аламыз. X тең болады 3 дәрежелі түбір астында 6-ға тең. Тура сол сияқты, егерде мынандай теңдеу берілетін болса, 2-ның x дәрежесі тең 32. Бұл жерден де x-тің мәні 5-ке тең болатындығын біз оңай көруге болады. Себебі 32 дегеніміз ол 2-ның 5 дәрежесі түрінде жазылады. Ал енді теңдеуіміз бізге мынандай түрде берілсе, 2-ның x дәрежесі тең 3. Бұл кезде біз x-тің мәнін қалай табамыз? Себебі 3-ті біз 2-ның дәрежесі түрінде өрнектей алмаймыз. Бұндай жағдайда біз логарифмдердің қасиеттеріне сүйене отырып, мына теңдеудің шешімін табуымыз керек екен. Олай болатын болса, логарифм дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Негізі а болатын b санының логарифмі деп, b санына тең болатын негіздің дәреже көрсеткішін айтамыз. Және ол жазылған кезде келесідей түрде жазылады. Оқылғанда а негіздегі b санының логарифмі деп оқылады. Мына а ол негіз, b дегеніміз сан. А ол әрқашанда оң мәнді қабылдайды, яғни 0-ден үлкен, және ол 1-ге тең емес. Негізгі логарифмдік тепе-теңдік. А-ның дәрежесінде логарифм а негізде b тең болады b-ға. Себебі мына жердегі негізбенен логарифм негізі екеуісі бірдей болатын болса, бізде бұл тең болады b-ға. Бұл жерде а да b да екеуісі де оң мәнді қабылдайды. Егер логарифм негізі 10-ға тең болатын болса, ондай логарифмді ондық логарифм деп атайды. Және ол жазылған кезде L, G деп қана жазылады, және негізі жазылмайды, бірақ негізінде 10 саны бар деп есептейміз. Егер негізі E санына тең болса, онда натурал логарифм деп аталады, және ол ln a деп белгіленеді. Бұл жерде де негіз жазылмайды, бірақ та негізінде E саны бар деп есептейміз. Енді логарифмдердің қасиеттеріне тоқталып өтейік. Бірінші қасиеті, негізі а болатын а санының логарифмі 1-ге тең. Егер мына жерде берілген сан менен логарифмнің негізінде тұрған сан екеуісі бірдей болатын болса, онда ол логарифм 1-ге тең. Екінші қасиет, бір санның логарифмі 0-ге тең. Кез келген негіздегі бір санның логарифмі ол 0 болады. Үшінші қасиет, көбейтіндінің логарифмі көбейткіштердің логарифмдерінің қосындысына тең. Яғни былайша айтқанда, көбейтіндінің логарифмі ол бірдей негіздегі логарифмдердің қосындысы, яғни көбейтіндіні біз қосындыға түрлендіреді екенбіз. Төртінші қасиет, бөлшектің логарифмі алымының логарифмі мен бөлімінің логарифмінің айырымына тең. Бірдей негіздегі екі логарифмнің айырымы берілетін болса, біз оны мынандай бөлінді түрінде жаза алады екенбіз. Бесінші қасиет, дәреженің логарифмі дәреженің көрсеткішін негіздің логарифміне көбейткенге тең. Яғни бұл жерде b-ның дәрежесінде тұрған n саны ол логарифмнің алдына келіп көбейткіш ретінде жазылады екен. Және жаңа негізге көшу формуласы. Бір негізден басқа негізге көшу формуласы 6-шы түрде беріледі. Енді осы қасиеттерді нақты есеп шығару барысында қалай қолданатындығымызды көрейік. Ол үшін мынандай мысалдар қарастырайық. Логарифм 12 негізде 3 қосу логарифм 12 негізде 4. Бұл өрнектің мәнін табуымыз керек. Оны табу үшін біз логарифмдердің қасиеттерін қолданамыз. Яғни бізде мына жерде екі логарифмнің негіздері бірдей. Мұнда да 12, мына жерде де 12. Және бірдей негізде екі логарифмнің мұнда қосындысы берілген. Олай болатын болса, жаңа атап өткенімдей, қосындыны біз көбейтіндіге түрлендіреміз. Және сонымен қатар осы жерде бірінші қасиетті қолданамыз. 12 негізде 12 ол 1-ге тең болады. Екінші мысал.
25-тің дәрежесінде логарифм 5 негізде 3, қосу 49-дың дәрежесінде логарифм 7 негізде 2. Ең алдыменен 25 пен 49-ды біз 5 пен 7-нің квадраты түрінде жазып аламыз. Одан кейін дәреженің қасиеттерін қолдана отырып, мына логарифмнің алдында тұрған санды біз дәрежеге жібереміз. Яғни 2-ні біз 3-тің квадраты түрінде жазамыз, және мына 2-ні 2-нің квадраты түрінде жазамыз. Ары қаратай келесі логарифмдік тепе-теңдіктің формуласын қолданамыз. Яғни дәрежеде мына негізбенен логарифмнің негізі екеуісі бірдей болатын болса, бізде мына жерде қалады 9, мұнда 4, екеуінің қосындысы 13-ке тең болады екен. Келесі мысал. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай, ондық логарифмдердің айырымы берілген. Бағана біз қасиеттерді қарастырған кезде атап өткенбіз. Егер де бізге бірдей негіздегі екі логарифмнің айырымы берілсе, біз оны бөлінді түрінде жаза аламыз. Олай болатын болса, 30 бөлінген 3 болады, ол 10-ға тең. Ондық логарифм, яғни оның негізінде 10 деген сан тұр. Олай болатын болса, бұл жерде бірінші қасиет бойынша бұл логарифм 1-ге тең. Келесі. Бұл жерде, бұл мысалда бізге натурал логарифмдердің қосындысы беріліп отыр. Бұны көбейтіндіге түрлендіреміз. Содан кейін дәрежеде тұрған 3 деген санды логарифмнің алдына түсіреміз. Және бізде натурал логарифм, яғни оның негізінде е саны тұр. Олай болатын болса, мынау натурал логарифм е дегеніміз ол 1-ге тең, бірінші қасиет бойынша. Олай болатын болса, мына өрнектің мәні 3-ге тең екен. Енді қасиеттерді қолданып, есептердің жаңа өрнектерді ықшамдауда қалай қолдану керектігі түсінікті болатын болса, онда сіздерге келесі тапсырмалар даярланған. Соларға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Бұл жерде ауызша есептеп, мына өрнектердің мәнін табу керек. Логарифмдердің қасиеттерін қолдана отырып, мәнін табасыздар. Бұл жерде әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл, әрбір қате жауап үшін 0 балл. Бұл тапсырмаға арналған максималды балл 12 баллды құрайды. Екінші тапсырма. Бұл жерде сіздерге 5 есеп беріледі. Бұл 5 есептің әрқайсысында да сіздер жаңа логарифмдердің қасиеттерін қолданып, мына өрнектерді ықшамдап, мәнін табуларыңыз керек. Бұл жерде де әрбір дұрыс шығарылған есепке 1 балл, әрбір қате жауап үшін 0 балл. Екінші тапсырмаға максималды балл ол 5. Және үшінші тапсырма. Бұл жерде сәйкестікті анықтау. Логарифмдердің қасиеттері бойынша жаңа стрелкаменен формулалардың әрқайсының жалғасын екінші бағаннан табасыздар да, стрелкамен көрсетесіздер. Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл, әрбір қате жауап үшін 0 балл. Үшінші тапсырмаға арналған максималды балл 4 балл. Сонымен бүгінгі сабақтың нәтижесінде, егер де сіздердің жинаған балдарыңыз 9 бен 12 балл аралығында болатын болса, қанағаттанарлық, 13 пен 16 балл аралығында болатын болса, жақсы деген нәтиже, ал 17 мен 21 балл аралығында болатын болса, онда өте жақсы деген нәтиже көрсетесіздер. Алдағы тапсырмаларды орындауда сіздерге сәттілік тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.